Барлықтарыңа салам, сендер мен лайт. Короче, достар, менің жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгінгі видеода біз деген үй салатын боламыз. Так, үй салмас бұрын мен сендерге алдында жазған подписчиктер тақтасын көрсетіп жіберейін. Так, осы подписчиктер тақтасына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 адам түскен болатын. Сендерді түскілерің келсе, осы видеоны до конца қараңдар және обязательно лайкты басып қойыңдар. Лайк менің видеомның рекомендация кіруіне және арнамның дамуына көмектеседі. Яғни мен сендерге көп рахмет айтамын. Кім болса да әйтеуір коммент жаз. Главное коммент жаз, а то мен сені жазамаймын. Так, бірінші біздің жазылған адам Ағарыс деген екен. Айхан Нұрмұхамбет, ренжіме. Нұрхан KZ, Сакош KZ, Нұрғали екінші арна дейді. Ерасыл, Мирас Мейрамбек, Ерасыл. Екеу болған, негізін бір адам бес, екі адам тұғын. Так, Райн Форест, және Амир, Денджи, Фатима Құба, Шеркош KZ. Навала маған кәдімгідей советтер айтты. Сендер де советтер айтсыңдар болады, мен выживание қатырмаймын. Так, көр қойдыңдар ма артындағыны, көр қойдыңдар ма? Короче, менің салып бастап уже бітіріп атқан үйім. Мына не ұрламадым мен, анау деревняларға барып, кәдімгідей не істемедім мына картамен ше. Ойбай, деревняның бәрін аралап тастаған шығармын, мынандай заттар табу үшін компостерде еще жасап кеттім ба оны өз басым. В общем, достар, ютубтан көріп салған үйім енді қазір көрсетейін мен сендерге. Манау потолок үй енді қазір көресіңдер. Әлі бітпеді енді, саға видеомен бітірем ба деп тұрмын. Кстати, достар, жаңа подписчиктер тақтасына түсу үшін осы видеоны до конца қараңдар, қайтадан ескертім. Және де лайк басыңдар. Лайк баспасыңдар, до конца қарамасыңдар, ренжімейсіздер ғой, короче, мен қоспаймын. Так, жарайды, екінші этажда бізде қазір мында ема менен не құқығым? Не құқығым, ема. Так, не қоймайды екен ғой. Так, негізі неха, мен гүл қойым керек тұғын, бір блок артқа қарай істеуім керек тұғын, но мен қателесіп кеткен екем. Мында қазір стекло түседі, стекло түседі, осылайын, по идее стекло түсіреді. Но мен кроватьым, екеулі қара кровать, менің скинім қара серый ақ қой. Вот, сондықтан неха, в общем, қазір терезен бәрін дайындап қойдым, осының бәрін бітіреміз. Мынау бізде бірінші этажға түсіп кеттім ба. Кстати, мынау не тесік деп түсінбей жатқандар болса, қазір қараңдар. Мынау не тесік деп жатсыңдар. Мынау тесік деген енді бізде портал қойылады нәшке негізі. Портал тұрылып, от жанып, мынау порталдан бізге бүйтіп жүріп порталға жаймен кіріп кетпеу үшін көмектесетін нәрсе. Және бізден портал жақтан біреу мобтар келмеу үшін мынау портал. Мынау үйдің бірінші этажына өсіп кіресіңдер, екінші этажына былай кіресіңдер. Қазір мен сіздерге бір камера модпен обзор көрсетіп жіберемін, мынаны қарасаңдар болады. Вай ғой, үй деген көріп тұрғандарындай фук, екінші этаж, бірінші этаж и екінші этаж. Көрдіңдер ғой. Так, короче, достар, енді портал мен қазір әлі саламаймын, сондықтан орны осылай булыжник болып тұр. Ендігі қалғаны осылайынан болып салынып тұрған болатын. Қазір маған шамалы стеклолар жетпей тұр. Міне стекло деген сияқты заттар. Так, не өтпетті, бәрі заттарымды алып отырмын ба? Қалған стекло жата берсін, да? Менің атымды көбейту. Кстати, атты қалай көбейтеді? Ешкім айтпайды, ё-моё, бір сұрай қойып, атты қалай көбейтеді, достар? Мына аттарды опа, менің атымның седло салынып қапты ғой. Ема седлоны жоғалып аламын мен сен қазір. Так, сенде седло тұра берсін. Так, қалған жерге мұнан бәрін енді апарып қайттан, міне. Осы ғана қалған болатын. Қазір түн болады, бізде по идее қателеспесем, или дәл қазір түс болып тұр ма? Мына шейдер сендерге ұнай ма, ұнамай ма жазып кетсеңдер болады комментке. Маған өз басым слишком яркий сияқты ма, көзім ашылып жатыр. Сендерге қалай болып тұр? Комментке жазсаңдар болды. Мен сендердің мнениелеріңмен шейдерді ауыстырамын, либо шейдерсіз ойнаймын, надо будет. Так, ой. Мұна үй деген енді бағана қанша уақыт салдым енді. Кстати, бұны неғып түсірмедім, бұны салған десеңдер, мен деген жұмыста отырып салған болатынмын бұны. Кәдімгі сөйлейтін жер болмады, кәдімгі уақытта болмады менде ше. Бұл видеоны түсіретін, сондықтан үйді салып бастай берейін дедім. Ерінбей, соқ жұмыста отырып. Сондықтан мен видеоны түсірамаған болатын. Камера модпен түсірем ба дедім. Оказывается, мен камера модты дұрыс нетпеп, настроить етпеппін, ол мені дұрыс түсірмеген болатын. Короче, бұл міне. Болды, ең соңғы видеоның үйдің штрихын өзім қойып тастадым. Қойып тастадым. Мұнда, кстати, мұнда не түседі деп отқандар. Бияқа не түседі? Зачаровальный стол түседі. Міне, нәшке түседі, потом нәшке
30-дық не жасалады ғой, сол кезде смело зачарование стол болатына ковер десем, ема. В общем, үйді көріп тұрғанымда үй деген потолок енді. Бұндай үйді біраз ютуберден көрмеген шығарсыздар. Мұндан мықты үйлер бар енді, білмеймін енді. Данчода бар, қателеспесем. Бірақ мына үй өз басым өзіме кәдімгі патология ғой. Кстати, жаңа бітпедік біз аяқты. Факел қойып шығу керек, еще мұнан қарыңдар. Мыналар көріпсіңдер ма? Егетін бірдеме керек бізге. Пешеница деген нәрсе. Ал пешеница деген ойбай өзімде бар екен ғой. Да, мына далан аулан шамалы тазалап алайын, осының арқасында. Бір сылтау қылып шамалы ауланды тазалап алу керек. Ауланың аты шөп алды. Кәдімгідей мен тазалағанның өзінде сразу үй салып кеткен болатынмын. Ұмытып кетпесем, мен мына үйдің видеосын неге тастап кетем? Комментке. Либо болмаса, былай ютубтан іздесеңіздер болады. Стартовый дом адам деді жанына. Еще тағы егін орысшасы қалай еді? Так, білмеймін, сонда егін орысшасы әйтеуір. Соны жазасыңдар. Так, бірінші егімізді егіп жатырық бұл сервердегі поле чудес дейді. Және мына жақта, кстати, мындай бізде шамалы склад бар мына жақта. Байқасаңыздар, жаңа жетпей қалды ма не? Реально? Так, мыналарды алып сразу сындырып алайық сахнаның тростниктерді. Міне кәдімгі балансын іште бір суық, алған бәрін сол қамтып тұрған болатын. Так, үйдің жан жақтарда бізде қазір тау көріп тұрғандарындай шамалы тазалау керек. Мен өз басым өзі деревняны осы жерді таңдаған болатын. Так, мына гүлдерге тиіспей қой. Мә, неға тиіспей қойыншы, әдем болып тұр. Әдем болып тұр, по идее. Тиіспей қойын. Таңдаған жерім осы болған болатын. Мен малдардың да нешіне тиіспей кеп тұрған жоқ. Бишара иық қойым менің кәдімгідей жүндерін кестім ғой мен осылардың деген. Қайнап, қайта. Түн батып жатыр бізде, түн батып жатыр. Қазір зомби да шығады, жетілдер де қиналады. В общем, менде қазір общий 7 штук қалғаны жетіп қалар. Жетпесе көп болса өсер. 7 штук қалды ма? Өзі қанша қалды? Бір-ақ штук алмаған ғой, Сонда бір-ақ штук алмай тұрмын. Қараңдар достар, менің удачым. Жоқ, удачым деймін, удача. Ё-моё, где? О, все нормально. Жетінші түсті ғой, короче. Пойди, сегінші мәлі. Короче, мында плавильный печтар бар еще. В общем, үй деген енді потолок. Мынандай үйде әр қазақ тұрсын деп мен сіздерге тілейін деп. Так, достар, видеоны деген ойдамын. Осымен мен видеоны аяқтасам да болады. Түн болды. Үйді көрсеттім, үйдің жағдайын да көрсеттім. Ұнады деген ойдамын. В общем, достар, сендермен болғанмен лайк және давайте, достар, осындай выживанияларын қолдай берейік. Давайте.